Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Мен Тасболатова Айнагүл Төлегенқызы, Әлкей Марғұлан атындағы 40-шы мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен 8-ші сыныпқа арналған қазақ әдебиеті оқулығының «Дананың сөзі, ақылдың көзі» атты бірінші тарауынан кемел адам тақырыбын өтеміз. Сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бағалау критерийлері: Яссауи хикметіне тұжырым жасайды, Яссауи мен Абай өлеңдерін салыстырып талдайды, және оқушылар сабақтың соңында шығарманың тарихи және көркемдік құндылығына баға береді. Адамзат баласының руханиятына зор үлес қосқан ғұлама ойшыл, ақын Қожа Ахмет Яссауидің «Даналық» кітабы түркі халықтарына ортақ бай мұра болып саналады. Өткен сабақтарда біз «Даналық» кітабынан үзінділер оқып танысқан болатынбыз. Енді соларды есімізге түсіріп, кемел адам деген кім? Кемел адам қандай болады? Міне, осы сұрақтарға жауап іздеп көрсек. Құрметті оқушым, кемел адам кім деген сұрақтың жауабын іздеп отырсаңыз, Білімленд платформасынан оқулыққа қосымша «Даналық» кітабынан үзінді тыңдап алуды ұсынамын. Даналардың айтары келер болды, қияметтің қиянаты төнер болды. Ақымақтар айғаймен жеңер болды. Бұл не деген замана болды, достар. Үлкен кіші адамнан ибалық әдет кетті, қыз бозбала жастардан әдеп кетті, мінез құлықты бұзатын әлек жетті. Бұл не деген замана болды, достар. Өз көркіңе өзің мәз бола берме, өзің сұқтанғаның сірә жөнбі. Аллан айтып тәубе қылғын, жөнге келді, түн ұйқыңды төрт бөліп алдыңды ойла. Күмәнсіз ғой бұл дүниеден баршы жанның өтері, мал мүлкіңе мәз болмағын бәр қолдан кетеді. Ата-анаң, бауырлар қайда кетті ойланшы, төрт аяқты ағашат, саған да бір күн жетеді. Оқушылар, біз орындайтын бірінші тапсырма Ахмет Яссауидің кемел адамы мен Абайдың толық адам арасында қандай байланыс бар? Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңмен салыстырып анықтауымыз керек. Ол үшін әрине Абайдың ғылым таппай мақтанба өлеңін есімізге түсіріп алайық. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпаның білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсен нәфрәтлі, суытып көңіл тисаңыз. Жақсылық көрсен ғибратлі, оны ойға жисаңыз.
Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Екі шығарманы да қайталап, еске түсіріп көрсек, тапсырманы орындауға кірісейік. Ахмет Яссауидің кемел адамы Аллаға сенетін, нәпсісін тыйған, халыққа қызмет ететін адам. Абайдың толық адамы иманды, білімді, рухы биік адам. Екі автордағы айтылатын ортақ ой, ақыл ойы толысқан, ізгі адам болуға ұмтылу. Бұл бірінші нұсқа. Осы нұсқаларды толықтырып, ары қарай екі шығарманы салыстыра отырып, ортақ ойды анықтауымыз керек. Бұл тапсырманың дескрипторы. Яссауи мен Абай өлеңдерін салыстырады, екі шығарманың ортақ ойын анықтайды. Бірінші тапсырманы сәтті орындады деген сенімдемін. Енді тапсырмамызды ары қарай жалғастырсақ. Хикметтің тарихи және көркемдік құндылығына өз көзқарасыңызбен баға беріңіз. Ол үшін мынандай тапсырманы орындауымыз керек. Хикметте қандай тарихи кейіпкерлердің аты аталады? Есімізге түсіріп көрейікші. Тарихи құндылығы неде? Осыған байланысты өз көзқарасыңызды екінші бағанға жазыңыз. Хикметтегі қара өлең ұйқасына құрылған шумақтардың қазақ поэзиясына тән қандай ұқсастығы бар? Ойланып, өз көзқарасымызды жазып шығайық. Осы тапсырмадан кейін әрбір оқушы хикметті талдап, өз көзқарасын білдіре алады және шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Жарайсың оқушым. Бүгінгі сабақта Яссауи хикметтеріне өте жақсы талдау жасап, сабақты жақсы түсінді деген үміттемін. Енді соңғы және қорытынды тапсырма. Яссауи өз хикметінде білімің шырақ, халің пілте, көз жасың жағатын май болсын деген Яссауидің осы сөзіне 4 сөйлем әдісімен тұжырым жасап көріңіз. 4 сөйлем әдісін есіңізге түсіріп кетейін. Ең бірінші, менің ойымша, яғни оқыған өлең бойынша өзіндік пікіріңізді бір сөйлеммен жазасыз. Екінші, себебі мен оны былай түсіндіремін. Өз пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеу керексіз. Үшінші, оны мен мына мысалдармен дәлелдей аламын. Пікіріңізді өмірмен байланыстырып, мысал келтіресіз. Төртінші, осыған байланысты мен мынандай шешімге келдім. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңыз. Осы тапсырманы орындап болғаннан кейін әрбір оқушы Яссауи хикметіне тұжырым жасайды және өзіндік көзқарасын білдіреді. Құрметті оқушылар, осымен кемел адам тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Тапсырмалардың барлығын орындасақ, бүгінгі тақырыптан түйеріміз өте көп болды деген ойдамын. Енді кері байланыс қызық, қиын, құнды деп аталады. Осы сабақтағы ең қызық мәлімет, ең қызық ақпарат қандай болды? Ал ең қиыны қандай және өмірімізге түйіп алар ең құнды ақпарат қандай болды? Соны осы жапыраққа жазып кетейік. Құрметті оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта білім әлемінде жүздескенше әрқайсымыз Яссауи айтқандай кемел адам болуға талпынайық.